Ұлы Отан соғысы Кеңес одағының нацисті Германияға қарсы жүргізген соғысы. 1941 жылы КСРО-ға Германия басып кіреді. Осылайша Ұлы Отан соғысы басталады. Ұлы Отан соғысының батырлары Бауыржан Момышұлы, Мәлік Абдуллин, Нұркен Абдыров, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова тағы басқалары. 1945 жылы Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа күн тігеді. Осылайша 1945 жылы 9 наурызда соғыс аяқталады. 10 маусымда 1942 жылы әскер қатарына шақырады. Армия генералы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, 2 баласы мен 4 немересі бар. Нұркен Абдыров 1919 жылы Қарағанды облысы Қарғалы кентінде дүниеге келген. Ол 1939 жылы ұшқыштар курсын бітіреді. 1941 жылы ол әскер қатарына ілініп, ол 16 рет әуе шайқасына қатысып, 13 танкіні қиратқан. Ол 1942 жылы ерлікпен қаза табады. 1943 жылы 31 наурызда оған Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Торыш Бейсекбаев 1920 жылы Алматы облысында дүниеге келді. 1941 жылы Көкшетауда қайтыс болған. 1996 жылы 2 мамырда батыр атағын алған. Ағамның Қайсар қызы Маншыл Мәметова 1922 жылы туылған. 1943 жылы ерліктен қаза тапқан. Отаным менің Қазақстан, қаржым саған арқашан, азаматтық борышты өтеуге саған талпынам. Талғат Бегелдинов 2 мәрте Кеңес одағының батырын алған. Бұл әйгілі ұшқыш 1922 жылы Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Майбалық ауылына дүниеге келген. Талғат ата-анасынан ерте айырылғаннан 6 жасынан бері әкесінің інісінің қолында тәрбиеленген. Әзілхан Мұшаевов 15 желтоқсан 1922 жылы Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында дүниеге келген. Әзілхан Мұшаевов жазушы, Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол Қазақ КСР-ның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы. Алена Мұхамедқызы Молдағұлова 1925 жылы 25 қыркүйекте Ақтөбе облысы Құттықтау ауылына дүниеге келген. Ленинград майданы 1943 жылы тамызда түсіп, Ұлттық жапқыштар бригадасында туады. 1944 жылы 10 қаңтарда қайтыс болады. 1944 жылы 9 маусымда Кеңес одағы батыры атағы берілді. Құтты болсын жеңіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күнге жас салайын. Ата-бабам қан берісіп шайқасқан, ата-бабам намыс бермей айқасқан. Жеңіс күнін қарсы алайық бәріміз, жеңіс күнін тойласайық жас бәріміз. Ұлы бейбіт күнді сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс. Қайсенов 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Асубұлақ ауылында дүниеге келген. Қайтыс болған жылы 2006 30 желтоқсан 88 жас Алматы қаласы. Халық қаһарманы, атақты партизан. Рахымжан Қошқарбаев соғыс майданы. Ақмола облысының Астанаға жақын орналасқан Көктөбе ауылында дүниеге келген. 1942 жылы 18 жасында әскер қатарына қосылған. 1945 жылы Рейхстагқа. Сіздерді ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мереке жанқияр ерліктің, еңселі ерліктің рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Бүгінгі тәуелсіздік туғызылған бері еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеуі мен елордамыздың гүлденуі де осынау мерекенің жемісі. Қазіргі бейбіт өміріміз бен бақытты болашағымыз үшін қадірлі ардагерлерге алғысымызды білдіреміз.